Бұл қысқа ғана видеомыз Атырау облысында орналасқан Лотос алқабына саяхатымыз туралы болмақ. Атыраудан Лотос өзенінің Құрманғазыға дейін шамамен 3 шақырым және жолға 3 сағаттай уақыт кетеді. Жолдар қатты мәз емес, осындай жолдарға дайын болыңыз. Қазақстанның ең батысында орналасқан өңірге келдік, Құрманғазы ауданы. Бұл жерде әлемге әйгілі лотос өсімдігінің гүлдеп жатыр қазіргі уақытта. Ағайлар болып, жұмыстастар болып, отбасылары болып, көруге бара жатырмыз. 2 қайық алдық, 1 қайық өтіп жүріп кетті ойдым. Біз міне бара жатырмыз. Туда 1 сағат, обратно 1 сағат. Басқа ештеңе жоқ, болды осы. Чисто гүл көру үшін барадыр ғой. Жеткеннен кейін қайық алдық және 1 қайықты 30 000 теңгеге ала аласыз. Қайықпен 2 сағат жүру керек болады. Сондықтан күннің астында күйіп қалмас үшін, ал Атырауда жазда күн өте ыстық болады. Атыраудан таңғы сағат 6-ларда шығып кеткен дұрыс. Біздің өзіміз сағат 11-лерге қарай барып, күнге біраз күйіп қайттық. Ал қайықпен жүру өте керемет сезім қалдырды. Қазақстанда емес, бір джунглиде жүрген сияқты боласың. Қамыстардың арасында осындай тар жерлерден өткенде сезім тіптен бөлек болады. Сонымен қатар өзеннің бойында неше түрлі аң құстарды кездестіре аласыздар. Сол қайдағы жоқ Америка, Европаны араламаймын. Осы өңіріміздегі керемет табиғаты бар жерлерді араламаймыз ба? Как вам туризм? Күшті, вообще ең күшті бір саяхаттардың бірі болып жатыр. Осындай бір компаниямен, бала-шағамен, семьямен, осындай бір керемет бір табиғат айнасында күшті бір уақыт өткізіп жатырмыз. Сол шүкір осындай күндердің болғанына. Рыбак болды ғой? Вообще мощно. Қазақстанда әдемі табиғаттар негізі көп. Бірақ отандық туризмді дамыту керек қой. Жол негізі әдемі, бірақ андай мысалы туалет деген сияқты бір-екі қысқан нәрселер бар, бірақ жалпы табиғат әдемі. Лотос алқабына келдік. Жаңадан фотоға түсіп жатырмыз. Жаңа бір шетіне кірдік, негізі әдемі жер. Қазір лотостардың ішіне кіріп, осылай фото-видео түсіреміз ба деген ойымыз бар. Осы кісі бізді полный сопровождение Құрманғазыдан алып келе жатыр, обратно алып кетеді. Біздің не ғой? Капризімізді орындап жатыр, в общем. Міне қараңыздар, лотос гүлі. Осылар туристер келіп, лотостың ішіне кіріп, фотоға түсіп, әдемілігіне тамсана алады. Жапырақтарын қараңыздар, қолмен салыстырып қойыңдар, мен қолым. Осындай, сіз түсірген жоқсыз ғой примерно. Лотостың жапырағын қараңыздар, өте үлкен. Енді гүлдейтін лотос. Бұл негізі уже қыркүйек айы біткенше гүлдеп бітеді. Негізі қазір уже бітіп жатыр, гүлдеп болды, уже қурап жатыр. Үлгеріп қалғандар, осы әдемілікті көріп үлгеруге бар. Осындай душ сияқты бір дүние бар. Осыдан шыққан ау душ деген. Осы темадан шыққан Су алып, гүлді суарады, гүл өседі. Қарасаңшы, бәрі полный қысқайды. иә. Гүл түсіп қалған кезде осындай состояние келеді. И шіріп, и сонда мынандай болады. Лотос Ресеймен шектесіп жатқан Құрманғазы ауданында Қиғаш өзенінің Каспийге құятын сағасында гүлдейді. Лотос Каспий маңына қайдан келіп, қалай жерсініп кеткені жайында болжамдар жетерлік. Соның ішінде негізгі нұсқалардың біріне сүйенсек, лотос Ұлы Жібек жолы арқылы Үндістан мен Қытайдан келіпті. Жергілікті саудагерлер сапар барысында бұрын-соңды көрмеген гүлге тамсанып, тұқымын ала келген. Тұқымын алып келгеннен бөлек лотос гүлінің қазақ даласына жерсінуінің өзі таңғаларлық құбылыс. Лотос гүлі шілде айының 15-нен бастап тамыздың 15-не дейін гүлдейді. Яғни 1 ай ғана тұрады. Біздің өзіміз тамыздың 15-нен кейін бардық. Солай бізде көп лотос гүлдерін көре алмадық. Көбісі қурап пішіріп кеткен екен. Сондай-ақ гүлі таңертең әдемі болып ашылып, кешке жабылып қалады.
Жарты сағаттай суретке түсіп, тура сол жолмен артқа қайттық. Табиғаты ерекше, бірақ ішкі туризм дәрежесін тағы бір көріп қайттық, жылайтын халде. Баратын жол тас талқан шығып жатыр. Қарапайым әжетхананың өзі халі мүшкіл. Қайықтар дайын болғанша күтіп отыратын жер тағы да онша емес. Лотос көруді жоспарлаған болсаңыз, осы дүниелерге дайын болыңыз. Біздің Лотос алқабына барған саяхатымыз туралы қысқа видеомыз тәмам. Еліміздің туризмі дами берсін. Видео ұнаса лайк, комментарий ұмытпаңыз.